Бұл салбурын көнеден келе жатқан ата-бабаларымыз құс салып саятшылық жасау дәстүрі. Бүгінде осы үрдісті жастар көрсін, білсін деген ниетте ұйымдастырды. Ал құсбегілер республикамыздың түпкір-түпкірінен келген. Тіпті темір балқытып жалқыларға таға соғу үшін құрмет ұстаны да шақырған. Алматы қаласынан келген ақсақал ертеде темірді қалай балқытатынын көрсетті. Ал мынандай үлкен емес, қанжыға көрік дейтін көрік болады. Саят құрғанда мынандай көлемді кішірек. Соны алып жүріп, сонымен істейді. Ал мына аузындағы тас, құстас деп айтады, таудан алынады. Бұл жарылмайтын, жонылатын жұмсақ, сондай тасындағыдар. Қатты ағаштардың көміріменен жасаймыз. Көмір мына тас көмірі жақсы тармайды. Осы саят құрғанда мынандай ағаш ыдыспенен сап бар, саптияқпен ішеді. Мынау шыны енді мынадан ыстық шай суымайды, далада құйып ішкенде ыстық қалпында тұрады. Қолды күйгізбейді. Мынау сондай ыдыс. Останың еңбегімен танысып жатқан кезде бүркітшілеріміз келді. Барлығы салбурынға сақадай сай. Енді ауыл үлкендері батасын беріп, жігіттерді саятшылыққа аттандыру қажет. Алдыменен алыстан келген аңшылар топтасып жүру қажет. Шараны ұйымдастырушы ардагер құсбегі Бүркітбай аға әр топқа ауыл жігіттерін қосып берді. Бұлай жасауы алыстан келгендер осы аймақты білмейді. Адасып кетпес үшін сақтық шарасы деп түсіндірді. Бұған бір 5 облыстан құсбегілер келді. Енді Алла бұйырса, бұл командалық жарыс болып есептелінеді. Енді Алла бұйырса, қазір 3 командаға осы Абай ауылының территориясына еркін аң аулауға шығарамыз. Бұл енді мынау қазақ құсбегі өнерінің бір шыңырау шыңы деуге болады. Бұл жаңағы атқа мініп жүреді. Жаңағы шыңда, тауда атпен пашти альпинистің рөлінде атқарады. Үлкен қария адамдарымыз жаңағы атпен қалай жүретін жастар көреді. Оның кейін жаңағы жабай аңны аулап, құсының енді қырандығын тексеретін сондай бір жақсы шара. Міне, гимн шырқалды. Жарыс ашық деп жарияланды. Жігіттерде саятшылыққа шықты. Енді қанжығалары майланса деп тілек тілеп ауыл тұрғындары қалды. Бізде түсірілім топпен бірге бардық. Далада ұзақ жүрмедік. Алғашқы аңды да жолықтырдық. Бүркітшілер жан-жаққа бірден аттана жөнелді. Тура бір жауды қоршау қалғандай көрінеді. Алдымыздан қазір бір аң шықты. Оны бер қарай, бізге қарай қуалауға жігіттер әні кетіп бара жатыр. Тіпті иттерді дала кетті. Ал енді біз қырдың төбесінде тұрып, қазір қырандарды ұшырамыз дейді. Осы жерде асықпай тосу керек дейді. Бұл далада ұсақ аңдар көп пе десек, керісінше қасқыр, түлкі көп екені. Тіпті шибөрілер де бар. Алғашқы күні түлкімен елікті де кезіктірдік. Алайда қанжыға майланбай қайтты. Екінші күні тіптен қызыққа толы күн болды. Табиғатта 2 сағат уақыт жүрген соң алдымыздан тағы бір аң кезікті. Мұны ұстау үшін бүркіттілер әртүрлі позицияларға тұрды. Алайда барлығы құсты бір мезетте ұшырмайды екен. Түлкінің құлығына негізі ешкімнің құлығы жетпейді шығар. Тіпті алаяқтардың өздері ондай емес шығар енді. Әлгінде 5 құсты 2 таз итті де алдап соқты. Әттіген-ай, түлкіні төстай алмадық. Жарайды. Ол та осы табиғатта жүргені дұрыс деп түсіндік бізде. Түлкі ұстатпады, алайда осы арада қасқыр бар деген соң тағы да аңдай түстік. Төмен жағымызда жүрген жігіттер бөріні көріп, итпен қуалай жөнелді. Алғаш байқаған түсім аға қыранды бірден ұшырды. Бүркітте бір демде бөріні бас салды, тапырлатпай ұстады. Құсбегі де жетіп барып, аңды қанжығасына майлады. Ол шибөр екен. Біздікілерді алмайтын құстар емес алады. Бірақ та бұйрықша менің алдымнан шығып, міне қасқырды анау шатаңнан барып ұстады. Бір аяғынан ғана қамп ұстап отыр екен, басынан өзім барып, жаңағы алматылық жігіттер ажырастырып жатқанда келді, рәсімге тартты оларда. Олардың көрсетіп жатты жаңағы. Барлық бүркітшілерге рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мынау үлкен кәрілеріміз аман есен болсын енді. Алғашқы олжан ұстадық. Осыдан кейін әлгінде ұстатпаған түлкіні қайта аңдып көрейік деді. Бірақ бұл жолы ізін суытып кетіпті. Ал бүркітшілер бұған мұңая қоймады. Себебі тұмса табиғатпен серуендеп бірнеше аңға жолықты. Бастысы шибөр ұстадық. Осының өзі үлкен олжа дейді. Енді ауылға қайту керек. Құсбегілердің көңілдері де көтерілді. Бәріміз мәз мейрам болып қайттық. Ауылға келе сала бірден дәстүр бойынша арымды да жасады. Міне үйірмен үш-тоғыз. Міне қандырамыз майлы, көңіліміз жайлы келді. Ақсақалдар.
Ақсақалдар киіз үйге жиналып 2 күнге саятшылықты бір-біріне айтып жарыса жөнелді. Осы көріністің барлығына куә болған біз де керемет бір әсер алып қайттық. Өзімізді сол ата-бабаларымыздың ізімен жүргенімізді сезіндік. Тіпті рухани түрде жаңғырдық десек болар. Енді бұл үрдіс басқа да облыстар ұйымдастырып өз жалғасын табады дейді. Тек енді келер аңшылық маусымын күту керек. Еркебұлан Жақыбай, Ерлан Азанбай, Таң жарық бағдарламасы.